поезды түнерек. Поездары тап-таза. Өте ыңғайлы. Кешке жатып, бүгін міне азанда келейік деп жатырмыз Шанхайға. Біздің сәтіміз болып, мына жерде ағылшынша сөйлейтін кісі болды. Чансаце. So when I tell anyone, кет қалды бірақ тұрсақ десе. Получается. Опа. Біз Шанхайға келдік. Мынау вокзалы. Бүгін жауын жауып тұр, дегенмен қапырық дала. Метроға билет алып жатырмыз. Метро. Бұл жерде линияны таңдап, қай станцияға баратынды таңдайсыз, соған қарай бағасы шығады. Бізде 2-ақ станция жүреді екенбіз, сондықтан 6 юань 2 адамға. Мындай хостелға келдік. Негізі біз сағат 2-де кіру керек болатын, біздің барлық ереже бойынша. Бірақ мына кісі, мына жігіт айтады бізге, көріп тұрмын шаршап тұрсыңдар, сондықтан қазір кіре беріңдер дейді. Оскорблемент. Негізі шаршап тұрғанымыз көрініп тұрған. Жаңа түстік неден вокзалдан. Сондықтан қазір жуынып шайынып, қалаға шығамыз, маған ұнап жатыр. Телегім мен алдындағы отельдерді түсірмедім. Вау, не деген үлкен бөлме. Түсірмесе де болады екен ғой десе. Мына жерде тоже прозрачный. Қытайдың отельдерінің бір қызық жері осындай прозрачный туалет. Сосын весы. Это на что намек? Мен біздің Шанхайдағы алғашқы күніміз өте на расслабоне өтіп жатыр. Өйткені біз шыны керек сәл шаршап қалдық. Бүгін өте әдемі жерге келіп отырмыз. Вау, таңғара. Біздің бұл саяхатымызда барлығы қамтылды. Әдемілікті да көрдік, танымдықты да көрдік, енді табиғатты да көрдік дегендей. Еще көреміз. Құдай қаласа әлі бәрі алда. Біз Қытайдың ескі қаласына келдік. Bir жерде Няньши деп аталады дейді, бір жерде ескі көше деп аталады, түсінген жоқпын. Бірақ өте колоритный жер екен. Мына видео әдемі көрсетіп тұрған жоқ, бірақ шын өмірде өте әсерлі екен мына жер. Шанхай осы қалашықтан негізі басталған дейді. Видео ғой, менеге блог үшін. Әдемді. Қыздарға арналған контент болсын. Біз Гүлбану мені бүгін Қытай стилінде бояды. Көрініп тұрма жоқ па білмеймін, бірақ мен байқауымша осындағы қыздар, енді бәріміздің көзіміз кішкентай ғой. Соны үлкейту үшін өзінің бір техникасы бар екен. Сол техниканы қолданып, маған өте қатты ұнады.
маған мынау прическама бүгін мынау жарасатын сияқты. Бірақ мен құрсын шашымда тұрмайды ғой. Міне. Опа. Не сияқты? Шай. Сүтпен. Неге жақсы көресің осындайды? Бабыл бар. Бабылын ала тұрайын. Міне ескі қала. Не болып отыр? Мына қызды алып қашып жатыр ма деп па? Осьминогты жеп көрейік деп жатырмыз. Ана жерге қуырып жатыр осылай. Қанша тұрады екен? 30 юань. 30 юань дегеніміз. Осылай ғой. Ал осьминогты жеп көрейік, шашлык из осьминога, да? Бұда қорқып жатырмын. Вкусно? Не знаю, неге ұқсайтынын білмеймін, бірақ вкусно. Қалай алады бұны? Істеді. И креветкаға да ұқсайды, иә? Морепродукты бір-біріне ұқсай береді ғой. И кальмарға ұқсайды, тоже резиновый сияқты. Иә? Қалардың бәрі десерттер шығар. Күнде әдемі, иә? Міне біз күндіз келдік осы Вайтаниға. Ондай әсерлі емес екен, ә? Жалпы бұл жер осындай тұман болып тұра ма, или ауаның таза емес болғандықтан осындай көрініс па білмеймін. Сәлем достар, біз қазір метрода отырмыз. Шанхайдың метросы өте түсінікті. Бірде-бір рет адасқан жоқпыз. Тіпті тілді білмесе де керек жеріне жетіп алатындай. Міне достар, біз Шанхайдың оңтүстік вокзалына келдік. Метро бірінші линиямен түсе сала 3-ші этажға көтерілсек, осы вокзал. Алдын ала 2 сағат бұрын келдік, ерте саспай, аспай беймарал отыр үшін. Бара-бара Қытайға ұқсап бара жатыр. Мына жер вокзал емес, аэропортқа ұқсайды екен. Өте үлкен стадион сияқты. Бірақ вроде пока бәрі түсінікті. Мына таблода баратын жеріңді, пойызыңды іздейсің. Бізде мына 8:45 дегендікі 9-10-шы waiting room күтетін бөлмеге барамыз қазір. Вокзалда тамақ ішетін жер жоқ екен, сондықтан Гүлбану екеуміз дүкеннен осындай лапша сатып алдық. Айта кететін жайт, кез келген жерде лапшаны дайындайтын құрылғылар бар, яғни туалетке кірсеңіз ыстық су ағады. Ден бөлек басқа адамдар да осылай лапшаны сатып алып, ыстық суын құйып, өздеріне лапша дайындап отырды. Міне кіреберісте осылай билетті тексереді, паспортты тексереді. Бізде бұл жолы плацкарт. Өзіміз көрейік, қорқып отырмыз. Бір қарасаң Қазақстанда жүрген сияқтысың, бәрі бірдей. Біздің орындар номер 10.